Баршаңызды көптен күткен Рамазан айының келуімен құттықтаймын. Келесі Рамазан айына аман есен жетуімізді Аллах нәсіп етсін. Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгінгі кішігірім сабақта ешқандай бұйым тоқымаймыз, тек осы этно тақияны басқа жіппен және басқа ілмекбізді қолданып отырып, схема бойынша қалай есептеу жүргізесіздер, соны түсіндіріп кететін боламын. Егер сіз этно тақияны енді кез келген үлгіде тек мен көрсеткен сабақ бойынша емес, басқа да сетка тақия тоқығыңыз келсе, мен көрсеткен әдіспен өлшем жасап алып, есептеу жүргізіп алсаңыз, кез келген тақияны тоқи аласыз. Қараңыздар, ең бірінші бізге өлшемдер қажет болады тақияны тоқу үшін. Бас айналымы және керекті биіктік. Бас айналымын өздеріңіз өлшеуді білесіздер, ал керекті биіктікті қазір алдағы уақытта тағы да қосымша түсіндіремін. Ең бірінші біз тоқитын тақияның диаметрін тауып алуымыз керек. Яғни төбесіне қаншалықты сантиметрде тоқимыз. Ол үшін келесі формула. Бұл формуланы мен бір парақшадан тауып алдым. Ол өзінің осы ойлап тапқан формуласы деп айтады сабақта. Мен сіздерге қосымша қалдырып кететін боламын. Төменде описание бөлімінде сол арнаға ссылканы, яғни сол видеоға ссылканы қалдырып кетемін. Осы формуланы қолданған және ол жерде керекті биіктікті қалай өлшеп алу керек, соны да көрсетіп кеткен. Қосымша сол видеодан қарап аласыздар. Мысалы, қараймыз. Менде бас айналымы, мына жерде ОГ дегеніміз окружность головы, яғни бас айналымы 50 сантиметр. Енді осы формулаға қарайтын болсақ, бас айналымнан 15% алып тастаймыз. Мен 50-ден 15% алып тастаған кезде 42-де 5 шықты. Енді осы шыққанды 3-те 14-ке бөлу керек. Менің бөлген кезде 13,5 сантиметр. Яғни тақияның диаметрі 13 сантиметр болғанға дейін тоқу керек. Немесе шамамен 14 деп алсақ та болады. Бұл жерде әркімнің өзінің қалауына қарай. 13,5 немесе 14 сантиметр. Есептеу жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді схемаға келетін болсақ, қараңыздар, бұл жерде енді мен ұқсас схеманы шығарып алдым және керек тұстарына осындай карандашпен жасап шықтым. Себебі бізде осындай екі бөліктен тұрады, екі бағанмен тоқылады, яғни. Енді қараймыз. Бұл жерде қатар сандар жазылған. Бірінші, екінші деген сияқты, мына тұста қатар саны. Бірінші қатар ол бізде шеңбер және шеңбердің ішіне 17 баған тоқылады. Сабақта түсінесіздер, сабақты қараған болсаңыздар. Одан кейін екінші қатарда біз әрбір 17 ілмектің үстіне тағы да бір ілмек тоқып шықтық. Ол ілмектердің ортасында осындай қосымша бір ілмек көтеріп алдық. Дәл солай үшінші қатарда да ендігі біз бұл жерде бір бағанның үстіне бірден екі бағаннан тоқып отырдық. Барлық видеода көрсетілген. Жалпы бұл схеманы не үшін көрсетіп тұрмын? Басқа жіппен тоқып, басқа ілмек бізбен қолданып жатқан қыздарға айтарым, сіздер видеоны қосып, мен тоқыған аралыққа дейін тоқып аласыздар. Яғни мен диаметрін өлшегенге дейін. Ол жерде мен 5-ші қатарға дейін тоқып, тақияның диаметрін өлшеген болатынмын. Сіздерге көрсеткенмін, қалай өлшейтінін. Сол видеода, мысалы, қазір 5-ші қатарға қоятын болсам, енді бұл схема кішірек болғаннан кейін, әрине диаметрі де кішкентай болады. Мысалы, 8,5 сантиметр диаметр. Ол жерде менде сабақта қателеспесем 12 сантиметр болды. Осы тұсқа дейін тоқып алғанға дейін. Маған ол диаметр жеткілікті болды. Яғни бұл жерде аралықта 3 ілмектен болатындай тұсқа келгенде диаметр маған жеткілікті деп, мен ары қарай ешқандай аралыққа ілмек қоспай, осы 3 ілмекпен керекті тақияның ұзындығы болғанға дейін тоқып шықтым. Ал егер сіздерге ол диаметр кішкентай болатын болса, онда сіздер қарайсыздар, 6-шы қатарды қараймыз. Бұл жерде міне тоқыманың басына келетін болсақ, міне бізде 5-ші қатар аяқталды. 6-шы қатарда да дәл сол әдістер қайталанады, тек аралықтағы ілмек саны ғана өзгереді. Мына тұста біз 3 ілмек тоққан болсақ, келесі қатарда 4 ілмекке көбейеді.
Егер тағы да диаметрі жеткіліксіз болып жатса, онда тағы да келесі 7-ші қатарда 5 ілмекке көбейеді. Дәл солай ары қарай қатарларда тек осы аралықтағы ілмек саны ғана көбейіп отырады. Сол кезде сіздерге керекті диаметрде үлкейе береді. Айырмашылығы тек осыда. Келесі, керекті диаметрге келіп алғаннан кейін, мысалы сіздерге аралығы осы 5 ілмектен тұратын тұсқа келдіңіздер. Яғни 7-ші қатармен сіздерге керекті диаметр келді. Енді ары қарай қалай жасайсыздар? Ары қарай аралыққа ешқандай ілмек қоспай, осы қатарды қайталап төмен қарай тақияның керекті ұзындығына дейін тоқып шығасыздар. Сонымен сіздер тақияны тоқып аяқтайсыздар. Және соңғы 2 қатар сабақта көрсетілгендей жаңағы столбик без накида әдісімен аяқталады. Барлығы өте қарапайым. Қосымша қазір осы қағазды скрин жасап алсаңыздар болады, осы тұсты. Дәл осылай скрин жасап алып, тоқып шықсаңыздар болады. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Өте қарапайым, ешқандай күрделі есептеу жүргізудің қажеті жоқ. Тек осы схеманы түсініп алсаңыздар болды. Қосымша тағы да тақияны көрсетіп кетейін, қараңыздар. Өте әдемі. Бұл жерде әрлеуі басқа және фаворит түстердің бірі. Тапсырыс берушілердің ішінде мен ендігі тапсырысқа тоқып жатырмын біраз. Мына үлгі бізде ақ түсте. Бұл жерде де әрлеуі сәл басқаша, тек алдында ғана, шеке маңдай жағында ғана болатындай әрлеу жасадық. Мынау бірақ шетінде қалады, яғни самай бөлігіне түсіп тұрады. Мен осындай әдіспен әрлеу жасадым. Және менде қараңыздар, новинка түстердің бірі деп айтсам болады. Өте әдемі, ашық сары түсте. Осындай кезекті тақия тоқылып жатыр. YouTube арнаға сабақ салмағалы 2 апта көлемінде болып қапты. Сонымен белгілі себептермен енді бүгін сіздерге осындай пайдалы сабақпен бөлісетін видео салып отырмын. Осымен сіздерге бергім келген ақпаратым аяқталды. Енді келесі кезекте қандай сабақ түсіріледі, соны кішігірім таныстырып өтейін. Дәл осы сетка тақия тоқудың тақырыбынан алыстамай жатып, ізін суытпай қараңыздар, осындай ұл балаға да, қыз балаға да келетін докер тақиясын тоқып шықтым сетка түрінде. Сіздерге қосымша матадан тігілген докер тақияның фотосын салып кетемін. Сол тақияны көріп, шабыт алып, сонымен ұлыма да осындай тақияны тоқып алдым. Негізі қызыма тоққан кезде ұлым қатты қызықты тақиясына. Содан кейін қарапайым үлгіде тақия тоқимын деп қарап жүріп, докер тақиясын көріп қалып, неге соны тоқыма түрінде жеткізбеске деп осындай әдемі ерекше. Енді баста өте әдемі тұрады. Балаға кигізіп көрсеңіз, өте әдемі ұтымды шығады. Және қыз балаға да өте келетін жақсы үлгілердің бірі. Кез келген түсте қосымша мына жерге әрлеу жасауға болады, егер қыз балаға жаңағындай оюмен деген сияқты әркімнің өзінің қалауынша, немесе гүлмен. Қараңыздар, өте ерекше көрінетін докер тақия. Алда осы тақияның сабағын күтіңіздер. Және мына менде қарапайым түрі. Қараңыздар, айырмашылығы тек төменгі жақтағы осы бүктеліп тұрған бөлігінде ғана. Және бұл 2 түрлі жіппен тоқылған. Газал фирмасының Газал Baby Cotton жібі. Ал мына менде Ярнар джинс. Қараңыздар, екеуі кішкене айырмашылығы бар. Газал жібі кішкене жылтыр болып келеді. Метраждар бір-біріне ұқсас болғанымен де түрі әртүрлі болады. Мынау бізде кішкене жылтыр емес, кәдімгі хлопыққа ұқсайды. Мынау шелковистый сияқты. Құрамында шелк бар сияқты көрінеді, жібектей. Әрине, комментарияда пікірлеріңізді күтемін. Қалай шығыпты, сіздерге тоқисыздар ма? Осы сабақты шығарсам, қараңыздар. Әрине, бұл жерде кішкене түзететін тұстары бар. Мен оны сабақта барлығын сіздерге ескеріп айтып кететін боламын. Тоқисыздар ма осындай тақияның сабағы шықса? Ұлдарыңызға, қыздарыңызға тоқып бересіздер ме? Бұл енді өте жаңағы өзінше бір стиль беретін тақиялардың бірі десем қателеспеймін.
өзіңіз бір образ жасап тақияны кигізсеңіз, бұл аксессуар стильді ерекше жасап жіберетіні анық. Қараңыздар, өте әдемі. Құлаққа дейінгі ұзындық. Енді басқа киген кезде өте әдемі тұрады. Осымен сіздерге бергім келген ақпаратым аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз. Назарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Ұлпан. Және де қыздар, сұранысқа қарай осы телеграм арнамды да белсенді жүргізуге шешім қабылдадым. Ол жерде кері байланысқа шығып отыруға өте ыңғайлы нұсқаның бірі деп ойлаймын. Сол себепті сіздерге қалдырып кетіп отырмын. QR арқылы кірсеңіздер болады, немесе Ұлпан Рахымбаева деп іздесеңіздер де шығады. Қосымша ссылкаға описание бөлімінде осы телеграм арнаға тікелей ссылка қалдырамын.